жалпы ағартушылық миссиямызды бастаған кезде өз-өзімізге сұрақ қойдық. Келдім, қайдам, нетсем пайдам деп. Жалпы ұстаздың ең басты критерийлері ол бірінші махаббат, мейірім, одан кейін біліктілік, ол талаптылық, қайсарлық, мінезділік, сәнділік, сапалы ұстаз, саналы ұрпақ. Яғни бірінші ұстаз сапалы болу керек, ал ол сапалыққа жету үшін бірнеше кезеңдерден өтеді. Ал егер сапалы ұстаз өзінің шәкіртіне дұрыс тәлім тәрбие мен білімді екеуін ұштастырып бір-біріне тұштатын болса, ол саналы ұрпақ болады. Яғни ойлана алатын ұрпақ. Ал ойлана алатын ұрпақ ол енді біз болашақта Нобель сыйлықтарының лауреаттарын күтеміз олардан. Олардан бізден өлер тапқыштар шығады, әлемді өзгертетін азаматтар шығады. Яғни ойлана алатын адам, мақсатқа жететін адам. Саналы ұрпақ. Осындай ұстаздарды қайдан табуға болады? Қайдан табуға болады? Міне біздің айтып ғой, 56 бізде лидерлар отыр, группа. 56. Жаңа сіз айтқаныңызға 230 мұғалімнің ішінен 56, яғни бір мектепте 56 лидер бар дедіңіз бе? Оларды сіз тәрбиеледіңіз бе, әлде өзі солай болып келді ме? Жоқ, біз бір-бірімізді тәрбиелеп жатырмыз ғой, балалармен бірге біз де тәрбиеленіп жатырмыз. Жағдай осындай болғаннан кейін мәртебе деген проектті міне жоспарлап отырмыз, айтып отырмыз. Келіп жатқан жас мамандарды да тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан бірнеше инновациялық проектілер мектептің ішінде осы балалардың арқасында шығып жатыр. Мен математика пәні мұғалімі болып, есімім Мейрамбек Әділ Ардағұлы. Осы мектепте жұмыс жасап жатқан осы 3-ші жыл. Жалпы келгелі бері мен өзім жоғары сыныптарды дайындаймын. Тек қана 11-ші сыныптар бізде. Келгендегі басты мақсатым өзі сол оқушылардың білімі, негізі мақсатым оқушылардың білімі, олардың жаңағы жоғары оқу орындарына түсуі, тек өзіміздің елдегі ғана емес, шетелдікте университеттерге түсуге мүмкіндіктерін ашу. Мектепте оқиды балалар, мектепте оқиды, бірақ мектептен кейін қосымша дайындауға барады. Осы мұғалімнің осалдығы ма, әлде баланың талабы ма? Бұл 21-ші ғасырдың талабы, ең үлкен талабы ол үздіксіз білім алу. Кез келген жаста, кез келген уақытта ол қарамайды. Ол 8 жаста ма, 10 жаста ма, 50 жаста ма, 60 жаста ма. Әр адам үздіксіз білім алады. Және ол заманның талабы. Яғни сіз білімді болсаңыз, білімді мыңды жарат деген сөзге міне осы дәлел болып тұрды. Ол тек қана Қазақстанның ғана мысалында емес, ол бүкіл әлемде қалыптасқан тенденция. Сіз фин мектебіне барыңыз, Жапон мектебіне барыңыз, мен өзім барып келген Сингапур мектебіне барыңыз. Түстен кейін бала міндетті түрде репетитормен дайындалады. Өйткені қазіргі заманға болып жатқан өзгерістерге бала әрқашан дайын болу керек. Ал дайын болу үшін ол үздіксіз білім алу керек. 22-ші жылы міне біз сертификат алғанбыз, ең үздік мектеп болғанымыз. Осы жерде міне бәрін нәрселері көрсетіп тұр. Министр, мұғалім 22. Да, әр мұғалім міне өзінің осындай биыл шығарған календарьлары бар мындай. Міне. Нені ойлайды, қандай миссиясы қандай. Тура осылай нелерде де бар. Мына балаңыз қандай әп-әдемі? Жоқ, Абайды көріп тұрмын ғой, қандай әп-әдемі баламызды айтып жатырмын ғой, қалай күшті жасап жатсыздар. Өте жақсы. Алынмайды, қана прическасын қараңыз, қандай күшті. Мына жерде көрсеткен жоқпын сізге. Прическаны әдейі жасатты ма? Әдейі жасқан, өзі серьезный бала екен. Мына жақта кімдер? Жолдау кабинеті да осы жерде бірінші этажда, міне осы жерде мұғалімдер де, ата-аналар да келеді. Осы бірінші неде өзіміздің жасаған жақсылатында. Бұрынғы нелерімізді. Это информацию о человеке. Сіз туралы осы айтады? Например, Мухтар Ауезов, вы сканируете меня, и там выходит вся информация о человеке. Какой ты золотой ребенок, серьезный такой. Топ-тамаша, молодец. Еші сыныпта қойсын? Мынау не болып жатыр? Қадамдарыңыз оның болсын деп. И оставлю 10 человек. Дипломдарымыз да грант сертификат алған 2 жыл 3 жыл бойында, былтыр 23 жылы, 22 жылы. Жаңа балаларда айтты ғой, мына біздің президент Кеңес Нұрай да.
Да, 11-ші А сыныбының баласы. Мына жерде как бумажный портфолио сияқты. Баламыз қай жерде болды, қандай кеңесте қатысты. Да, burada образовательный информационный зал болып жатыр. Енді 5000 бала. Зарина мұғаліміз тез деп қойып. Сәлематсыздар, қалдарыңыздар. Тағы да сорма, енді демалыстан келгеннен кейін сразу сор жазып жатыр. 4 күн дайындалғансыңдар ғой да? Отырыңыздар. Жағдайлар жақсы ма, тоңшысын? Нәтижелері жаман емес, балаларымыз өте тамаша. Мынау бізде система клокстер. Турникет, видео нелеріне бәрі қосылған. Балалар нешеде кіреді, нешеде шығады, бәрі көрініп тұр. Мына жерде даже балалардың туған күні, мұғалімнің 230 мұғалім, 4000 бала регистрациядан өткен, да, безопасность, да. Деп, комфортлық ресурспен жасалған бөлек бір несіне рекреациясына бірінші, екінші сынып балаларын қабылдаймыз, үшінші, төртінші сыныптар екінші есігінен кіреді, опять же, да. Бастауыштың Да, здесь аура бастауыш. Жоқ, күнде келіп жүрмейміз, бір күнде келеміз, жұма сайын келеміз. Кабинет аштық. О, қандай кабинет? Иә, өздері тігіп атқан нәрсе ғой. Балалар істеп атқан. Да, міне балалармен. Здесь и дизайн, арт, именно бастауыш мектептің нәрселері. Да, осы жерде. Жаңа мен өзім кукла жақсы көргеннен кейін, да, мұндай куклаларды балалар өзі тігіп шығарады. И тем более мына жерде QR-лары бар. Мынау қандай национальность, қалай, тамақтары қандай, көзқарастары қандай екен. Я өздері киініп, мына барбиларды әр мемлекетке қыздарын киіндіріп, да, тігіп, осындай нелер жасап жатыр. Бұл жерде жаңағы әр елдің жаңағы салт дәстүрлерін, сосын сонымен қатар 8 минуттық жоба бар ғой биыл. 8 минуттық жобада сол осы елдердің жаңағы ертегілерін оқиды. Әртүрлі ертегілер, сол 8 минутқа жаңа. Қандай күшті. Тұрмыз. Мынау мүмкіншілігіміз өте жақсы. Мынау біздің мектептің ауасы. Лагерге жақсы жасалған. Былтыр өзімізде бірінші орын алғанбыз қала ішінде. Профильдік лагерь болды. Енді биыл вообще күшті болады. Брошкалар, неше түрлі актуальный нәрселері бар. Әдейі осындай кабинет жасағанбыз.